Айтқым келіп тұрған мына квартирасын миллион теңгеге жалға беріп жатқан надан тексіздерге өте залы болып тұрмын. Осыдан кейін қазақ ұйымшыл, бірлігі мол, намысты, текті халық дегенді естісем құлағымнан қан ақсын. Не болды сендерге? Көрші елден қашқындар келіп еді. Квартираларымен бірге көттеріңді де сатып жібересіңдер ме? Көріп жатырмыз қазақтардың қандай екенін. Ей, квартира беріп жатқан надандар, шығарып жібересіңдер ме сендер? Бәленбай баласы бар, отбасын далада қалтырасыңдар ма? Күн суиды жақында, қыз келе жатыр. Ал мына келіп кетіп жатқан қашқындар өмір бойы сенің үйіңде миллион теңге тұрады деп ойлайсыңдар ма? Сонымен қатар жаңағы осында тұрып жаңағы көттеріне теуіп жатқан мына қазақ бауырларым мен қаракөз қарындастарыма, бала шағалы көп отбасыларға айтарым, ол үйден шықпаңыздар. Жаңа сіздер шығарып итермелеп полиция шақырса да шықпай қойыңыздар. Осыларды хозяиндарды видеоға түсіріп маған видеоларын жіберіңіздер. Бүкіл ел көрсін қазақтың қылмыскер қаһармандарын. Көріп жатырмыз, бізге сырттағы жау емес, өзімізді өзіміз іштей талап өлтіреді екенбіз ғой. Ақша десе, маскамыз, бетпердеміз шешілді деген осы болар. Жақыннан бір ғана қашқындар келіп еді, бәрімізді саттық қой, нанымызды саттық, квартирамызды беріп жатырмыз. Не болды? Қандай біз қазақ еліміз, қандай біршілік бар бізде? Малдар, бля.